Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі айт мерекесі құтты болсын. Айттан айтқа төрт көзіміз түгел аман-есен жете берейік. Бүгін сіздермен бірге тары шай дайындайтын боламыз. Олай болса, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен шайнегімізге нават саламыз. Содан соң заваркамыз саламыз. Менде заварка Аль-Хаят немесе Аль-Бурхан деген қолдансаңыздар да болады. Және жуылған таза тарымыздан 3 шай қасық саламыз. 3 шай қасық тарымызға 3 шай қасық заваркамыз саламыз. Содан соң үстіне сүтімізді құямыз. Менде шадринская сүті, басқа сүт қолдансаңыздар да болады. Бірақ осы сүтпен біздің шайымыздың түсі өте әдемі болып шығады. Содан соң үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Тағы да демдеп іше берсеңіздер болады. Бұл шай әсіресе емізулі аналарымызға өте пайдалы қыздар. Сүттеріңізді молайтады. Міндетті түрде жасап ішіп көріңіздер, ас болсын. Тары шайды десертпен қонақтарыңызға ұсынсаңыздар да өте керемет кетеді. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Еңбегімді бағалап, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да кереметтей рецепттермен бөлісетін боламын.